Ассалаумағалейкум. Тап қазір қанша мақал білесің десе, қанша айтып бере алады екенбіз. Қызық, 10-15. Тіпті оған да жете алмайтын шығар бір кісілер. Сіз білесіз ба? Бабалар сөзі 100 томдығын 66 томына 5000-ға жуық мақал енген. Ойлаңыз, 5000-ға жуық мақал бар. Ал сіз қаншауын білесіз? Мақал дегеніміз не өзі? Енді біз бірнеше білетін мақалдар бар негізі. Басын білсек аяғын білмейтін, күнделікті қолданатын. Мен соларға тоқталғым келіп тұр, 3-4 мақалға. Не үшін қысқарып қалған дейтін болсаңыз, мысалға Ыбырай Алтынсариннің "Кел балалар оқылық" деген өлең жолының алғашқы сөйлемі түсіп қалған. "Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық" дейді. "Бір Аллаға сыйынып" деген сөйлемі кеңес өкіметінің кесірінен түсіп қалған. "Бір Аллаға сыйынып" деп айта алмаған. "Кел балалар оқылық" болып кеткен. Сол секілді қысқарып қалған бірнеше мақалдар бар. Соларға тоқтала кетейік. Біз күнделікті қолданып жүрген, жартысын білмейтін мақалдар. Олардың бірі "Алып анадан туады" дейді. Көбісі айтып жүр. Алып анадан туады, ат биеден туады. Міне, екінші жартысы. Тағы бір мақал бар. Біз үнемі қолданатын "Балық басынан шірейді" деп қоямыз. Дұрыс. Балық басынан шірейді, оны аяғынан бастап тазалайды дейді. Мағынасы қандай? Мына бір мақал маған өте екінші жартысын естіген кезде денем тітіркеніп кеткен. "Жылы-жылы сөйлесең" дейді, жылан інінен шығады дейді. Бұны бәріміз білеміз, көбіміз айтамыз, бірақ бұның екінші жартысы бар. Жылы-жылы сөйлесең жылан інінен шығады, қатты-қатты сөйлесе мұсылман діннен шығады дейді. Ойлаңызшы, қатты сөйлеген адам ашуланады, ашуға қатты берілген адамнан иман кетіп қалады, ойлаңыз. Осыны айтып тұр. Тағы бір мақал бар. "Ит жоқта шошқа үреді қораға" дейміз, бәріміз айтамыз, не? Бұның бірінші жартысы түсіп қалған. Егер би жоқ болса дейді, би жоқ кезде құл жүреді жораға дейді. Ит жоқ кезде шошқа үреді қораға дейді. Міне керек. Енді бұндай мақалдарға тоқтала беретін болсақ өте көп. Айттым ғой, 5000-ға жуық мақалдың тым құрыса 50-ін жаттап алыңыз. Себебі ердің көркі сақал, сөздің көркі мақал деген бабаларымыз. Мақал сіздің сөзіңізді қуаттандырып, көркемдемесе, оны кемсітпейді. Біле жүріңіздер, мақал жаттай жүріңіздер. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.